Қыздар, апайлар, ханымдар группаға келдіңіздер ма? Конкретно бір цельмен, запроспен келдіңіздер, қорықпаңыздар. Біріншіден, ашығудан ешқандай да адам баласы өліп кеткен жоқ. Не болмаса бір жерлері зақымдалып қалған жоқ. Бұл табиғи түрде адам өзінің денсаулығын жақсы жаққа жөндеу, өлі клеткаларынан арылу, ағзаға жиналып қалған жылдар бойы жинаған шлак токсиндеріңізді тазалану, бауырды тазалау, осы сынды қарапайым ағзаның өзі де жасайтын процестерді біз барынша жақсы, әдемі жасауға ағзаны үйретеміз. Соған біз ағзаға шанс береміз, мүмкіндік береміз. 7 күн. 7 күннің қалай тез өтіп кеткенін өздеріңіз де байқамай қаласыздар. Осындай нәрсені, осындай процестерді өзіңіздің басыңыздан өткіңіз келсе, міндетті түрде осындай ашығу марафонына маған келіңіздер. 19 күні біз. Қайырлы күн, қайырлы кеш баршаларыңызға. Осы уақыт аралығында бірнеше топ ашығып шықты. Сол кісілердің құлақтарына алтын сырға біз бұйыртса 23-те-1 системасымен ашуға кіретін боламыз. Бұл системаға кімдер кіреді? 20-4-ті ұстанып шыққан жандар осы системамен ашығуларына болады. 4 күні бастаймыз, бұйыртса 1 апта бізде ашығу 11-не дейін, сосын кейін плюс ажанда 1 апта тағы да ашығудан шығу бар. Бас аяғы 14 күн. Сонымен 18 күні біз бұйыртып осы 23-те-1 системасымен шығамыз да 19 күні Алланың қалауымен оразаға кіретін боламыз. Кім осындай системаға кіргісі келеді? Мен сіздерге заранее айтып жатырмын, группаға тіркелу жүріп жатыр. 2 күнінен бастап біз дайындыққа кіреміз. Сіздерді сол группада күтемін. Ашығу, бұл жерде ұстап шыққан қаншама апайлар бар. Ашығу деген түрі көп қой, негізі ашығудың түрі бар. Қазір не бір түрлерін айтып жатыр да. Бірақ соның ішінде ең жеңіл, ең ағзаға оңай түрде ашықтыруды үйрететін, адам тәрбиелейтін осы интервальный голодание деп түсінемін мен өз басым. 1 сағат немен тамақтану керек? 1 сағат. Шектер түсінбей қалған. Гүлсара, сіз прикол ұстай бермесеңізші. Так, Сәуле апай, сіз топта барсыз ба? Менде айырмашылығын айтып түсіндім деген. Негізі ашыққан кезде адамның организмде 2 түрлі процесс жүреді. Екеуі бір-бірімен қатты байланысты, бірақ екеуінің атқаратын қызметі 2 түрлі. Кетоз, уже жатқа білесіздер, ағзадағы жиналып қалған майларды ағзаның жағып бастауы, именно майларды. Сәлеметсіз бе, Гүлсара? Так, не ұстау керек дейді? Ашығу ғой, ашығу, голодание туралы айтып жатыр. Ал аутофагия именно клетка, ағза бізде миллиондан клеткалардан тұрады дедік қой. Сосын кейін ол клеткалар үнемі жаңарып тұрады, ораза сияқты ма? Ораза сияқты десек те болады. 16-8 оразаның форматына келеді. Бірінші интервальный голоданиенің бірінші ступенькасы 16-8 ғой, екінші ступенькасы 20-4. Біз 20-4 дейміз. Сонда 4 сағат жейміз, потом жемейміз бе тамақ? Жемейсіз, тек қана ыстық су ішесіз. Так, аутофагияны айтып жатқам. Айырмашылығын айтып түсіндім деген. Негізі ашыққан кезде адамның организмде 2 түрлі процесс жүреді. Екеуі бір-бірімен қатты байланысты, бірақ екеуінің атқаратын қызметі 2 түрлі. Кетоз, уже жатқа білесіздер, ағзадағы жиналып қалған майларды ағзаның жағып бастауы, именно майларды. Сәлеметсіз бе, Гүлсара? Так, не ұстау керек дейді? Ашығу ғой, ашығу, голодание туралы айтып жатыр. Ал аутофагия именно процесс бар. Ашығу кезінде екінші тағы да бір аса маңызды процесс болады, ол аутофагия. Аутофагия дегенді естулеріңіз бар ма? Аутофагия мен кетоздың айырмашылығы бар. Қиын емес сияқты. Мен де осыны айтып жатырмын ғой, 20-4 қиын емес. Нормальный кіріп, нормальный шығасыздар, қатты не қылмайсыздар деп. Ағзаларыңызды үйретесіздер. Неге? Ашығуға үйретіп аласыздар, Сосын кейін қайырлы күн, ашығуды жауапкершілікке алып жүрген, денсаулығын жақсартқысы келетін жандар. Қараңыздар, сіздер маған жазып жатсыздар. Мен сіздер группаға қосып жатырмын, бірақ группада қазірдің өзіне 150 адам отыр. Енді тупо группаға кіріп алғаннан пайда жоқ қой.
сіздер конкретно цельмен келсеңіздерші, ашығамын или ашықпаймын деп группаға кіріп алып адам санын көбейткеннен ешқандай да пайда жоқ. Тегін деген дүние екен деп барлық нәрсеге жүгіре беруге болмайды. Осознанно келіңіздер, жауапкершілік алып келіңіздер. Ашығамын, жасаймын, істеймін, денсаулығымды жақсартамын деп. Бұл нәрсе сізге ғана керек, маған керек емес. Сол үшін де группаға кіруге именно какой-то бір цельмен келіңіздер, жарай ма? Тегін екен деп жүгіре бермеңіздер тегін дүниеге. Оның да артында бір міндетті жауапкершілігі бар. Қайырлы күн, қайырлы таң баршаңызға. Бүгін сенбі, демалыстарыңыз сәтті өтсін. Көбіңіз білесіздер, мен группада адамдарға ашығуды, қалай дұрыс ашығуды үйретіп жатқан жайым бар. Бірінші поток уже 7 күн бітіп жатыр. Екінші поток міне 4-5 күндерінде. Олар да 7 күндерін аяқтайды. Сосын кейін 7 күн қайтадан ПП-ға отырып, бұл ашығудан шығамыз. Солай ай сайын, айына 1 рет 7 күн біз ашығуды жоспарлап отырмыз. Енді кейбір жағдайларға байланысты бұл ашығу тобына қосылу ақылы болды. Оның бағасын мен барлықтеріңізге қолжетімді қойдым деп ойлаймын. Енді сіздерге бір нәрсе, 19 күні 3-ші потокқа ашығуға адамдарды қабылдап жатырмыз. Егер сізде артық салмақ болса, егер сіз өзіңіздің ағзаңызды конкретный бір жақсы тұсқа өзгерткіңіз келсе, осы ашығуға келіңіз. Ашығуға жатпайды ғой, таңғы ас ішсе. Сұрағыңыз өте орынды. Енді қараңыз, интервальное голодание дегеніміз күніне бір мезгіл болсын тамақтану. Интервальное голодание бұл ашығудың бірінші баспалдағы. Оны мен сізге өзіңізге де жаздым. Бұл баспалдақтан өтпейінше адам терең детоксқа өтуі қиын болады. Терең детоксты көп жағдайда ішкі жігері мықты, өзінің нәпсісін контрольда ұстай алатын адамдар өте алады. Егер нәпсіңізді, яғни аппетитіңізді контрольда ұстай алмасаңыз, мысалы ашығып жүрсіз дейге, сухой детокспен ашығып жүрсіз, сөйтіп контрольда ұстай алмай қалып жеп қойсаңыз, асқазаныңыз жұмыс істемей тұрады ғой. Ашыққан кезде адам асқазан жұмыс істемейді. И сол момент сіз нәпсіңізді ұстай алмай қалып жеп қойған кезде асқазаннан тамған өттің жаңағы сөлі бүкіл нәрсені прожигать етіп жібереді. Түсіндіре алдым ба? Қайырлы таң, қайырлы күн баршаңызға. Әдеттегінше бүгін 4-ші күн басталды. Сіздерге бір жақсы жаңалық айтқым келеді. Жалпы адам 1-ші, 2-ші, 3-ші күні ағза перестройка жасайды ғой, сол кезде қатты психологический стресске түседі. Яғни өзінің жегісі келген затын жей алмайды, өз-өзін тәртіпке келтіруге, сосын кейін өзінің бетпе-бет, өзінің психологиялық самооценкасымен бетпе-бет келеді. Айтқанын істете ала ма, дегеніне көндіре ала ма, осы жағдай қатты адамды шайқайды. Егер осы бастапқы 3 күнге шыдап берсеңіз, ары қарай 4-ші күні эйфория дейді ғой. Ағза полностью сізге бағынады. Ми контрольды ұстайды. Яғни ми сізге бағынып тұр. Басында ми сізге бағынбайтын еді ғой. Ми өзінің қалаған жасап, жегісі келген затын жеп, мысалға қандағы қан мөлшері құлап кеткенде, ол сіздің басыңызды ауыртып, настроениеңізді түсіріп, стресске түсіретін жағдай болады. Осының бәрін жеңген кезде 4-ші күні 5-6 суткаларда сізге эйфория состояние келеді. Яғни қараңыз, ол қалай? Көңіл күйіңіз өзінен-өз көтеріңкі болады. Тамаққа деген мүлдем қарныңыз ашпайды. Бірақ біз жеу керекпіз. Бұл система бойынша, 20-4 системасы бойынша біз азанғы уақытта тамақтану керек.